17 ғасырда протестанттық шіркеулер Рождествоны тойлағандарды қатаң жазалай бастаған соң, адамдар жаңа жыл түнін тойлауға көшті. Англияның солтүстігінде және Шотландияда ежелгі көп құдайшылдық дәстүрге сәйкес, жаңа жылдың қарсаңы Хогманай деген атаумен белгілі еді. Бірақ бұдан анағұрлым ертеректе ежелгі римдіктер жаңа жылды 1 наурызда тойлайтын болған. Қазіргідей 1 қаңтар емес, 1 наурыз күні жылдың басы саналған еді. Шынында бұл күмәнсіз тарихи факт. Егер латын тілінде 7 санының аталуына қарасақ, ол септем, яғни сәйкесінше ағылшын тілінде септембе, орыс тілінде сентябрь айының атауы болады. Сәйкесінше октобе, окто, 8 саны, новембе, новем, 9 саны, десембе, децем, 10 саны. Көріп отырғаныңыздай, бұл жылдың соңғы айлары емес еді. Кейін мынадай тарихи факт орын алды. Олар жаңа жылды ежелгі 200-ді римдік құдай Янустың құрметіне атады. Сол сәттен бастап жаңа жыл қаңтар айында тойланатын болды. Сәйкесінше Янус атауынан януари дейтін айдың атауы шықты, яғни орыс тілінде январ. Енді мұқият тыңдаңыз. Ежелгі римдіктердің түсінігінде Янус ол 200-ді құдайды білдіреді. Яғни атауына сәйкес 200-ді құбылмалы деген мағына береді. Қазақ халқы бұл сөзді алаяқ, қу, залым, зымиян адамдарға қатысты қолданады. Міне сондықтан 31 желтоқсаннан 1 қаңтарға қараған түні тойлаушы адамдардың мінез құлықтары қатты өзгереді. Тобырдың әсері эксперименттерін еске түсіріңіздер. Тойлаушылардың хайуани түйсігі оянады. Оған шайтан мен нәпсі жәрдем береді. Жастар жағы түнгі клубтардың табалдырығын тоздырса, үлкендер жағы ішімдік ішіп күнәға батады. Дәл осы күні тәртіп сақшылары мен өрт сөндіру қызметкерлері күшейтілген режимде жұмыс атқарады. Себебі бұл күні оқыс оқиғалар, қайғылы жағдайлар, ұрлық-қарлық, зорлық-зомбылық сияқты жайттар жаппай орын алады. Тіпті жыл сайын мұндай жайттар рекордтық көрсеткішке жетеді. Алкогольдік ішімдіктер өзен-көлдей ағып, дастархандағы тағам ысырап болып, ауаны ластайтын от шашудан кейін қала көшелері қоқысқа толады. Адамдар Алланы ауызға алмай, қолына шайтанның суын ұстап тұрып, жаңа жыл ырыс, бақ-береке, тек жақсылық пен бақыт әкелсін деген көпірлік сөзбен күнәға белшесінен батады. Бұл күні күнәлар көп жасалады. Міне сондықтан бұл күні жер бетіне Алланың қаһары түсіп тұрады. Бұл сірә асыра сілтеушілік емес. Бүгін біз шындығы мен сұмдығы қатар жүрген статистика мен факттердің тілімен сөйлейміз. Таразда жаңа жылды қарсы алам деп жарақат алғандардың саны жаға ұстатады. Әсіресе от шашудан опық жегендер көп. 4 күндік демалыста 300-ден астам адам түрлі жарақатпен дәрігер көмегіне жүгінген. Оның 30-ға жуығына ота жасалды. Жыл ауысқан түні әдеттегідей жарыса жарылған от шашу ит жылы қаңғыбас иттерді қаладан қуып шықты. Ертесі көше кезген ит көрінбеді. Есесіне жарақат алған адам санында есеп жоқ. Биыл тіпті рекордтық көрсеткішке жетіпті. Кезекшілікте қалған дәрігерлер мұндайды көрмегендерін айтады. Аяғынан тік тұрып 300-ден көп адамға ем-дом жасаған. Есесіне ел от шашу емес ішімдікке көп шашылғанға ұқсайды. Ауруханаға түскендердің басым денін ащы судың әлегімен келгендер құрайды. 4 күндік демалыста жедел жәрдем қызметі үшін де мазасыз күн болыпты. 4000-ға жуық шақырту түскен. Ал төтеншеліктер от шашудан облыста 10 өрт оқиғасы тіркелгенін айтады. Сондай-ақ жаңа жыл түні жасалатын қылмыстың статистикасы да еліміз бойынша азая қоймапты. Әсіресе қараусыз қалған үйлерге ұрлық жасау жағы көп екен. Алматылық дәрігерлері пиротехникалық заттардан зардап шеккендердің көптігін айтып дабыл қағуда. Биыл жаңа жылдық от шашулардан жарақат алғандардың саны былтырғымен салыстырғанда 2 есеге артқан. Олардың арасында көзі шығып, қол-аяғы күйіп қалғандар да кездеседі. Сондықтан ақ халаттылар Қытайдан тасымалданатын тарсылдақтарды сатуға түбегейлі тыйым салуды сұрап отыр. Бет аузы бүлініп, бір ажалдан аман қалған бұл жігіттің жадында биылғы жаңа жыл мәңгі сақталар анық. Себебі қолдан от шашу жасап, қызық қуамын деген ол дәл 31 желтоқсан күні бір көзінен айырылып қалды. Жойқын жарылыс жасақсы келген азамат шыны ыдысқа тасқұм толтырып, үстін оқ-дәрімен тығындаған екен. Алайда қолдан жасалған жарылыштың қуаты күшті болып, жас жігіттің денесін түгелдей талқандап кеткен. Банктың ішінде хлопушка болған ғой. Хлопушка болғанда смесь болды.
пикаптың. Самодельная. Ішінде тас болды, шайқаған кезде жарып кетті. Сол осылай болып қалыпты. Жойқын жарылыстан әйнек жарықшақтары науқастың көзін шығарып, қолын жарақаттаған. Ал мереке күндері орталық клиникалық ауруханаға жеткізілген 10 науқастың 6-ы атқыштың кесірінен зағип атанды. Қазір көз көрмейді енді. Ішінде шофтар 20 шофтай бар дейді, примерно енді. Ішінде глазок бірнекесі бар. Яркий луч көремін, дальнейший, может быть, көретшан. Лечение долгий дейді. Лечение қалай болады, нормально болады. 3 айдан кейін тағы бір операция болады шығар дейді. Жаңа жыл күні әр адам кемі 500 теңгеге от шашар алды дейік. Сонда қазақстандықтардың фейерверкке жұмсайтын шығыны 15 миллион доллар. Айтпақшы, әлгі 15 миллион долларға 670 адамға үй соғып беруге жетеді екен. Мейлі, бір реттік көз қуаныш үшін пәленбай мың доллар тіпай күйсін. Жанды қинайтын ақша емес. Ойнаймын деп от ұстағандардың опық жейтін ашындыра. Әр жаңа жыл сайын елімізде 200-дей бала аурухана төсегіне таңылады. Бірінің көзін күйік шалған, бірінің бармағын жұлып кеткен. Жолда бір салют жақты бомбышыма жатыр екен. Соны қолына алдым да, енді ұстай бергем сөйт. Бомбышы жарып кетті, қолыма тиітті, содан көзіме шашырып кетті, порығыма шашырып кетті, содан кейін көрмей қалды бір көзім. Бастан құлақ садақа, салют фейерверктен жарадар болу ештеме емес, сұмдық алда. Әлгілердің құрамын қараңызшы, химиялық қарудан бір кем емес. Ал еліміздің солтүстігінде жаңа жыл кезінде 4 адам қайтыс болып, 100-ге тарта тұрғын әр түрлі жарақаттармен ауруханаға түскен. Аймақта барлығы 50-ге жуық төтенше оқиға тіркелген. Жаңа жыл күндері Петропавлда жарақат алғандардың саны күрт өскен. Соған сәйкес мамандар күшейтілген режимде жұмыс істеуге көшіпті. Күн сайын 100-ге тарта тұрғын түрлі жарақаттары мен ақ халаттылардың көмегіне жүгініп отыр. Сонымен бірге Петропавлда жер үйдің бірінде өрт болып, күш құрылымдары жұмылдырылған. Қызылжалында ауыздықтау кезінде Петропавлдағы нөмірі 5-ші өрт сөндіру бөлімінің командирі қайтыс болған. Ал өрт болған үйде сондағы тағы бір тұрғын қайтыс болған. С 1 января по 5 января. Жалпы демалыс күндері 47 төтенше оқиға тіркелді. Тағы облыс аудандарда 2 адам қаза тапты. Біреуін үсік шалған, екіншісі өрт салдарынан көз жұмды. Әдетте өрт оқиғаларының 65%-ы тұрғын үйлерде болады. Жаңа жылдық мерекеде бұл көрсеткіш 85%-дан асады екен. Сырт көзге зиянсыз көрінген бенгаль отының өзінен талай рет өрт шыққан. Сол себепті төтенше жағдайлар комитеті жаппай салтанатты шаралар өткізетін нысандардың басшыларына бірқатар шарттарды орындауды талап етіп отыр. Жаңа жыл түні сондай-ақ бүтіндей бір жанұяның 6 бірдей мүшесі стануланып қайтыс болды. Жан тапсырғандардың барлығы Хромтау ауданы Бөгетсай ауылының тұрғындары. Олардың арасында 44 жастағы отағасы мен жұбайы және 7 мен 17 жас арасындағы 3 баласы бар. Сондай-ақ жаңа жылдың бірінші күні Батыс Қазақстан облысында да бір отбасы түгелімен көз жұмды. Олар да стануланған. Жаңа жыл тойлаймын деп, уланып қалмаңыз. Елімізде мереке күндері шамадан тыс тамақ пен ішімдік ішіп, ауру тілеп алатындар көбейеді. Жаңа жылдық мерекені айрықша тойлағандар ауруханадан бір-ақ шықты. Алматыдағы бір ғана аурухананың мереке күндері қабылдаған науқастардың 400-ге жуығы ішімдіктен уланған. Арақты асыра сілтеп ауруханадан бір-ақ шыққандардың 100-ден астамы емдеу мекемесіне жатқызылыпты. Ал жаңа жылдық отшашудан зардап шеккендердің саны 70-ге жуықтапты. Мерекелік көңіл күймен үй тонағандар да бар. Сонымен мерекеде берекесі кеткендер кім? Тілшілеріміз анықтап көрді. Жаңа жылдық мерекеде келекеге айналғандар аурухана есігін жағалап жүр. Тілеп алған ауруынан айыққысы келгендердің қатары бұл күндері күрт көбейіпті. Бір ғана жедел жәрдем ауруханасына ішімдікке уланып жүгінгендердің саны 400-ге жуықтаған. Сөйтіп мереке күндері көп демалып кетсе керек, өздерін арақпен алдап ауруханадан бірақ шыққандардың басым бөлігіне ішімдіктен уланғандығы жөнінде диагноз қойылған. Дәрігерлер жаңа жыл түнінде жалғыз аурухана 150 науқас қабылдағанын айтады. Олардың арасында жаңа жылдық отшашудан зардап шеккендер де бар. Ал төтенше жағдай қызметкерлері Алматының астан кестеңін шығарып жарқылдаған отшашудан 70-ке жуық адамның жарақат алғанын айтады. Ал Алматы полициясы бұл күндері күшейтілген режимде жұмыс істеген. Жаңа жыл түні мерекелік көңіл күймен үй тонағандарға қатысты 60 қылмыстық іс қозғалыпты. Бірінен қараған түні 113 қылмыс орын алды Алматы қаласында, оның 60-ы бөтеннің мүлкін ұрлау фактілері. Жалпы айта кететініміз, полиция тарапынан баршама
іс-шаралар өткізілген болатын, яғни далада кезекшілік ететін полиция қызметкерлерінің саны 2 есеге артылдырып, барлық адамдардың көп шоғырланған жерлерге біз күштерімізді салдық. Полиция қызметкерлері пәтер тонауға қатысты 60 деректің басқа күндермен салыстырғанда тым көп емес екенін айтады. Өйткені бір түнде Алматыда 100-ден астам пәтер тонау дерегі тіркеледі екен. Есесіне бұл күндері ішімдік ішіп уланғандардың саны тым көп. Петропавлда бензин бекетіне қарақшылық шабуыл жасағандар әлі ұсталмай жатыр. Қазмұнайгаз жанармай құю орнында касса қызметкерін ұрып соққан 2 адамға облыс бойынша іздеу жарияланды. Пинкова ауылының маңындағы Қазмұнайгаз бекетіне жасалған қарақшылық шабуыл 31 желтоқсан күні кешкі сағат 10-дар шамасында болған. Бетпердемен жүздерін жасырған белгісіз 2 адамның бірі бекет күзетшісіне, екіншісі кассадағы әйелге жұдырық ала жөнеледі. Бір күндік мереке үшін кесіліп, ертеңінде отынға айналатын жасыл шыршаларды шабуға заңмен тыйым салсақта тірі қарағайлардың саудасы қызып тұр. Орманды отап біткендер табиғи шыршаларды енді көрші Ресейден жаппай тасып жатыр. Заңсыз түрде әрине. Көшедегілердің көбінде лицензия да жоқ. Бірінші қаңтар күні бәленбай адамды ауруханаға түсіретін пиротехникалық заттардың да заңсыз айналымы көбейген. На лучшее надеются сейчас и казахстанцы, для которых празднование Нового года закончилось неудачно. В эти выходные дни горели дома, салатами и спиртным травились люди, в руках разрывались петарды. И это далеко не все, через что пришлось пройти беспечным, ну или самым отчаянным нашим гражданам. Ақтауда да жаңа жыл тыныш өте қойған жоқ. Мереке түні от шашуды қызықтағысы келіп көшеге шыққан 10-ға жуық баланың көзіне пиротехника тиіп ауруханаға түсті. Ал еліміздің солтүстігі шырша орнатудан биыл тағы рекорд жасамақшы. Бұл жолы 9 миллион теңгенің шыршасы Петропавлдың орталығында орнатылды. Жергілікті билік соңғы жылдары жаңа жылдық безендіруге ақшаны аямай қомақты қаржы жұмсаған. Мәселен, соңғы 4 жылда бюджеттен жаңа жылдық безендіруге 68 миллион теңге бөлініпті. Жалпы айтыла жауыр болып, енді тек ұрғын келетін дүниелер баршылық қой. Сол жаңа жылдық шыршаны безендіруге бөлінетін қаржы мәселесі де баяғы. Алматылықтар биыл 630 миллион теңгенің шыршасын айналып жүріп ән салады. Қалай десек те жылдың бір күніне бола міне бұлайша асып тасуды тоқтаталмай-ақ қойдық. Жаңа жыл құдды қиямет күні ме дерсіз? Ал Ақтауда биыл ақша үнемдеуді жөн көріпті. Қаланы жаңа жылға дайындау үшін бөлінген қаржы былтырғыдан аздау, шамамен 14 миллион теңге. Бұл қаржыға екі алаңда шырша тігуге болады. Ал Атырауда керісінше, биыл атқамінерлер жайық бойында жарқыраған шырша тігуге 89 миллион теңге бөліпті. Бәлкім, былтырғы оқиға сабақ болған шығар. Себебі өткен жылы мерекелік безендіруге 47 миллион бөлген шенеуніктер ақша жеткізе алмай, әжептеуір әбігерге түскенді. Осыдан 3 жыл бұрын шыршаға ілінетін әлем-жәлем сатып алуға 200 миллион теңге бөліп, елді естен тандырған қарағандылықтар бұл жолы желтоқсандағы мейрамдарға 100 миллион теңге бөліпті. Арқада бөлінген ақшаға Алматының бір ауданын безендіру мүмкін емес. Өйткені орта есеппен оңтүстік Астананы жаңа жылға дайындау үшін әр ауданға 85 миллион теңгеден тиген. Сондықтан әзірге жаңа жылға қыруар қаржы қаражат бөліп, жомарттық танытқан қала әкімдігі өзгелерден оқ бойы озық тұр. 260 шақырым әшекейлі тізбек 7 мыңға жуық безендіру бұйымын алу үшін қала бюджетінен 630 миллион теңге бөлінді. Бұл соманың шамамен қанша ақша екендігін ашып көрсету үшін қарапайым салыстыру жасап көрейік. Мәселен, мұндай қаржыға былтыр 61 арнайы техника сатып алынды, ал биыл 15 шақырым арық жүйесі жүргізілді. Алматының осы рекордын тек Астана ғана жаңарталады. Себебі бас қаладағы мерекелік шаралардың бағдарламасы қанық болмақ. Айта кетерлігі 2015 жылды қарсы алғанда Петропавлдық шенділер өңірде бұрын соңды қолданылмаған интерактивті шырша сатып алған еді. Ол қала қазынасына бақандай 24 миллион теңгеге түскен. Ал былтыр шаһарды безендіруге небәрі 8 миллион теңге жұмсалса, биыл ол да жоқ. Шыршаның қымбаттылығы оның ұзақ уақыт бойы көзінің жауын алатындығына кепіл бола алмайды. Себебі арзан гирляндамен от шашу қыруар ақшаға алынған дүниені әп-сәтте күлге айналдырып жіберуі мүмкін.
Ал Алматының орталығындағы ең биік шырша расымен де өртке оранды. Тәуелсіздік мерекесінен гөрі жаңа жылға ерте қамданғандардың еңбегі зая кетті. Өрт аумағы 10 шаршы метрді құраған. Сондай-ақ кенеттен тұтанған тілсіз жаудан қасында тұрған бірнеше автокөлік бүлінген. Ал Шымкентте қатты соққан желдің әсерінен жаңа әкімшілік орталықтағы биіктігі 18 метрлік бас шырша жерге құлап түсті. Ұйтқыған дауыл шыршаның құрылымын жарамсыз күйге түсірген. Жаңа жыл қарсаңында қымбат шыршалардың бірі тағы өртенді. Бұл жолы Қызылордадағы бас шыршаның гүлі көкке ұшты. Елімізде ең төменгі күнкөріс деңгейі 28284 теңге болды. Үкімет әлеуметтік әлжуаз топтардың тіршілік етуіне дәл осындай көлемдегі қаржы жеткілікті деп есептеп шыққан. Еліміздегі азық-түлік себетін өмір сүруге лайықты етіп ұлғайтудан бас тартатын шенділер өздеріне көлік алуға келгенде жасқанып қалмайтын көрінеді. Мысалы, Астана автошаруашылығы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі конкурс арқылы өздеріне 54 миллион 911 мың теңгеге Mercedes-Benz S500 автокөлігін алған. Бұл қаржы 160 адамды бір жыл бойы ең төменгі күнкөріс ақшамен қамтамасыз етуге жеткілікті. Бұл бір ғана мысал. Жалпы салыстырмалы түрде айтатын болсақ, теңізге шықпайтын табиғи байлықтардан жұрдай аумағы тар қуыршақ мемлекет Люксембургте ең төменгі күнкөріс деңгейі теңгеге шаққанда 804 мыңға тең. Яғни Люксембургтың әлеуметтік жағынан аз қамтылған ең кедей тұрғындарының өзі Қазақстанның еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенованың айлығымен шамалас ақша жұмсай алады. Германияда бұл төлем теңгемен 500 мың болса, Финляндияда 470 мың. Тіпті Қырғызстан, Әзербайжан, Беларусь сияқты көршілес елдердің бекітілген күнкөріс мөлшері Қазақстаннан асып тұр. Жаңа жыл мейрамының да әлгі шығу тарихы сияқты екі жүзі бар. Бірінші жүзі еш зиянсыз, қуаныш пен бақыт сыйлаушы мейрам іспетті. Екінші жүзі бұл бір апиын. Бұл әрі әлеуметтік, әрі экономикалық, әрі экологиялық, әрі рухани тұрғыдан алып қарағанда тек зиян әкеледі. Жаңағы жаңалықтарда көрсетілген факттер мен статистикалық көрсеткіштер мұны айқын дәлелдейді. Ал жаңа жылдың рухани тұрғыдан қауіптілігі мұның күпірлік тарихымен байланыстырылады. Жаңа жылды тойлау қазақ халқының тарихында ешқашан болмаған. Ата-бабаларымыз шырша айналып, шампан атып, салют ұшырып, жалған аяз атадан ұрпағына тілек тілеттірмеген. Мұның баршасы орыстандыру саясатынан қалған жағымсыз қылықтар мен әдеттер. Мұны әрбір саналы қазақ баласының түсінетін уақыты жетті. Құлдық санадан ояныңыздар.